Құрметті мұғалімдер, біздің мынау БЖБ мен ТЖБ-ны қойғаннан кейін ұсынылған баға шығады. Содан кейін қорытынды бағаны қойып шығу керек болды. Қазір күнделікте обновление болды, сондықтан мынандай өзгерістер бар. Мысал үшін өз пәніңізді ашатын болсаңыз, 8-ші А сынып, мысалы Қазақстан тарихын алайық. Ол аптасына 1 рет болсын, 2 рет болсын, бәрібір сіздер қойылған бағаны мына жерге қолмен қойып шығуларыңыз керек болып тұр. Мысал үшін, мынау ұсынылған бағаны БЖБ, ТЖБ алынғаннан кейін ол автоматты түрде шығады. Осы ұсынылған баға бойынша қорытуыңызға болады. Мына жерде 4 бітіп бағаларын барлығын қолмен қойып шығуларыңыз керек. Сонымен қатар бұл 2-ші 90 ғой, енді 1-ші 90-ға да келіп қоюларыңыз керек. Өйткені есепте отчетта шықпай қалады. Сондықтан мыналардың барлығын қолмен қойып шығыңыздар 1-ші 90 мен 2-ші 90-дікі. 2-ші 90-да кім БЖБ алып болды, ТЖБ алып болғандар мүмкін бар шығар, олардың барлық осылай қойып шығуларыңыз керек. Барлық 1-ші 90 бойынша қойып шығасыздар, және 2-ші 90-ның БЖБ-сын, ТЖБ-сын алып, сөйтіп қойып шығуларыңыз керек. Барлығы осылай қойылса ғана сынып жетекшілер және мектеп бойынша сынып жетекшілер өз сыныбы бойынша отчетін көрінеді, және мектеп бойынша отчет шығады. Сондықтан барлықтарыңыз 1-ші 90 бойынша, 2-ші 90 бойынша қойылған баға деген бағанды қойып шығуларыңыз керек. 2-ші 90-да да осылай қойып шығасыздар. Барлық балалар тапсырып болғаннан кейін осы тиісті бағаларын осылай қойып шығыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.